Достар, сіздермен азыры. Достар, бүгін біз пакетиктерді жасайтын боламыз. Пакетиктерді әр адам әртүрлі жасаса, мен басқалай жасайтын боламын. Бірінші бізге А4-ді тігінен осылай бүктейміз. Вот, осылай бүктегеннен кейін оған сурет саламыз. Мен нутелланың суретін алдын ала естіп салып қойдым, чтобы видео ұзақ болмас үшін. Ал енді біз оны кесетін боламыз. Сосын достар, бізге әрине де скотч керек болады. Біз клеймен ешқашан жабыстырмаймыз. Менде клей бар, бірақ біз клеймен жабыстырмаймыз. Өйткені ол жабысқақ болып, іші тар болып кетеді. Ал скотчпен іші ешқашан тар болмайды. Мен оны қиып тастаймын, әйтпесе ұзақ уақыт кетеді. Міне достар, мен оны қиып болдым. Енді оны тік аккуратно қоямыз. Мынандай жерлерін өшіріп тастаңыздар, достар. Если бы артық қалса. Енді бізге керекті зат ол скотч. Достар, мен видеом бүгін монтаждаламады. Көріп тұрсыздар ғой, иншот жоқ. Мен ол программа бар, бірақ астында иншот деп жазылып тұрған жоқ. Мен көбінесе иншотпен монтаждаймын, білесіздер. Біз кішкене мына жерін скотчтауды ұмытып кеттік, өйткені оның асты ешқашан жыртық болмау керек. Кейбіреулер пакетті скотчтамайды, ал біз скотчтайтын боламыз. Мінекей, достар. Енді мына жерін артық жерін қиып тастайық, чтобы мен әтей белгі қалдырып кетсем, ол белгі кішкене қолдың іздері өте көрінеді ма? Мен даусым бүгін бір түрлі болып тұр, мен тамағым ауыр болған жоқ. Мен просто бүгін даусым бір түрлі болып тұр. Білмеймін не екен, бірақ сондай бір түрлі болып тұр. Мінекей. Достар, біз ұмытып кеткен секілдіміз ғой бірдеңені. Әрине, мына жерін ұстап қойып. Достар, мен бұлай істедім, только бұл сквиш секілді болып шығып кетті. Енді ішіне мақта салу керек просто, ал бірақ менен негізінде мақта жоқ. Біз бірақ мына жерін скотчтауды ұмытып кеттік біз. Себебі... Ой. Скотчты пайдалану қаншалықты қызық екен білесіздер. Ал бұл менің бауырым. Бұл менің бауырым. Бірақ ол камераға көнбейді. Ол менен 2-3 жас кіші. Ой. Вот. Ол жыртық емес екен. Бірақ ішіне мақта салса айта кетейін, достар. Бұл деген керемет болады. Енді біз бұның ішіне бір милашка салатын боламыз. Кеттік.
Достар, ондай керемет заттар жасау үшін бірінші біз осы жерге мынаның ыдысы бар нутелла салатын боламыз. Мен негізін басқа нәрсе таппадым, бірақ нутелла сала салдым. Кішкентай. Енді оны біз әрине де ары қарай не жасайтын. Менің заттарым. Енді оны скотч. Команда папа деп жаздым. Мынаны енді кішкентай қылып қиямыз. Қандай кішкентай өзі. Енді осының ішіне саламыз. Біз тағы да бір смайлик саламыз. Келесі бізде осындай кішкентай шай секілді. Бұны барлықтарыңыз білетін секілді. Бірақ кішкене ұқсамады. Оның ішінде күшті подарок. Енді мен көп жасағанша менің оданда мынандай моя личный дневниктан менде бір бет бар. Оның ішінен мен кемпір қосақты алатын боламын. Ой, кемпір қосақты деппін ғой. Бұлтты аламын. Бұлтты. Менің блокнотымдағыны алмаяқ қояяқ. Мен достар алып алайын. Мінекей мен жасап болдым. Менің столымның барлығы адабадасы бірақ мен оны қазір жинап тастаймын. Мен сіздерге оның результатын көрсетемін. Вот. Моя личный дневник деген алдыда сондай видео шығады. Күтіңіздер. Тек негізі оны бүгін шығарайын дегенмін. Бірақ мен оны бүгін шығара алмай қалдым. Мінекей мен оны мынаның ішіне салып қойдым. Вот. Енді мына жерді жинау керек. Бір, екі. Мына жерді өтінемін, сіздер жинай салыңыздар. Менің жинағым келіп тұрған жоқ. Десема? Бір, екі, бізде тек қана осындай пакетик қалды. Мен бірақ пакетиктің ішіне осындай зат салып қойдым. Ал бұны қалай ашады десеңіздер, бұны қайшымен қиып ашады. Вот. Мінекей. Ал достар, осымен біздің видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, подписаться етіп, екеуі бірсіз қол. Ну жарайды. Подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Сіздердің лайк басқан дегендеріңіз, демек, менің жасаған мынандай пакетиктерім сіздерге ұнады деген сөз. Достар, осында пакетиктерді сіздер жасауларыңызға болады. Әсіресе менің достарым көріп отырсаңдар, комментария жабық болып тұрса, өндеше маған WhatsApp-қа жазыңдар. Менің суретін салатынымды айтатын. Бірақ сквиш жасамаймын, потому что сквиш
менде мақта жоқ. Я. Ал ендеше кетті. Сау болыңыздар. Сәлем досым. Егер де сен осы каналдың подписчигі болсаң, онда сен осы каналға лайк басып кет. Ал осы каналға әлі тіркелмеген жандар болса, лайк басып кетіңіздер. Ойлап қалмаңыздар, видеоны мен лайк үшін, подписация үшін түсіреді деп ойламаймын. Негізінде лайк, подписка дегеніміз, подписка дегеніміз өте ұнады. Лайк дегеніміз ол видео керемет дегенді білдіреді. Ал менің видеом керемет болса, маған лайк басып кетіңіздер. Ал менің сүйікті подписчиктерім, мен сіздерді қалай атаймын? Сау болыңыздар.